жерде қызымызға келе. Кішкентай ғана сіңілісіге қол соғып қошеметтеп қойса құлашаға деген. Қайтып жеткізейін деп сіздер кішкене ар жақ сабыр етіңіздерші. Кішкене Алматыға анда-санда тоймасқа барып барамыз, Алматыға барғанда ауылдың апалары бірге барады. Тоймасқа барып жатырмыз, осындай Жолан ағам сияқты қазақтың тойында жалғыз орыс отыр. Дейді әлгі. Рахмет. Соңында керек жаңаға орысша аударып бердім бүгін достар. Басында жаста сөйлегенде оңай еді. Бұнша стимадып жүгіріп жүріп, бір кезде ауылымыздан барған, осы өзіміз жақтан барған бір екі апа шықты осыда. Шықты да біріншісін тілегіп бастады. Ай, айнан. Жақсы келін, жаман келін келсін. Сөйтіп жаңағы орыстың жанлары артырып, бердіріп, аударуға шамам жетпеседі. Артырып, бердіріп, соя, мультика, ескі сынаға плохая, түгендерді бар жүрді. Кішкене тәді. Семіз еркек, үйдің құты, семіз әйел үйдің жүді деді жаңағы. Амықты болсаң аударып көріңіз ана. Орыс шақырып алып қасына, иди сюда деді. Ары тұрым, бері тұрым, жарты сағат деген бар орыс қайтып жатыр. Ана, сказала, если муж толстый, қара жорға деп айтты. Если жена толстая, обжора деп айтты деп. Біздің жеңешелеріміз түске дейін есі бар, түстен кейін есі жоқ, ешқайсы. Аяқтан алады дейсің қазіргілер. Буршың көзін сүзбесе, бұқашымен үзбейді деді. Өңкөй мақал болып кетті жаңағы. Сол Витяға барып айтып отырмын, если буршың глазам не моргает, то бұқа
bir günge atalып öttüler. Сол айтпақшы мынау ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, бірін-бірі тауып, бақытты болып жатқан екі жастың бақыты ұзағынан болғай, ұзағынан сүйіндіргей. Дегімге жезгелерін Ернұрдың ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Келе, бір тоға жезгелер ортаға шақыруға жүргіздер. Ұзақбек ақниеттеріңіз ең үлкен жоланаға көшет қадана қарындас алып отырғаны кейін қанаға деуі болады. Мына жерде алыстан келген құда жұрттары, анау Семей Абайдың орнынан келіп отырған құда жұрттары, қадамдарыңыз құтты болсын, қадамдарыңызға гүл кетсін. Сіздер мынандай қыз өсіріп, біздер мынандай ұл өсіріп, осындай шаңырақ көтергеннен сіздермен біздер танысып отырмыздар. Ал енді мынау Ернұр мен мына толғанай берген келініміз көтерген шаңырақтары биік болсын, босағалары берік болсын, әрқашанда босағалары шайқалмасын. Барлығымыз осындай үлкен тойда кездесе берейік, тойда тойға боласын. Мына жерде енді күйеу болғандықтан бір шеті күйеуіміз, бір шеті мына қызыл өктірген құдамыз. Екі жағына да бірдейміз. Мына жүргенмен өзіміз жүргенмен құрдасын, бірақ жүргенді қатты сыйлай мына құдаларыңызды. Bir çeşit kaynanan mı necide durgan жүргізіп жүрмін. Құдағайларыңыз, екеуміз дұшпанымыз ғой. Сондықтан ренжімеңіздер, өзіміз мына жайларды өзім қатты жақсы көремін. Жолыңа қарағанда кішкене жайлар кішкене маған жақын, өте жақын. Сондықтан сіздердің жүгі мына тойларыңыз құтты болсын. Өмірде ұстарыңыз ұзақ болып, осылардың кішкентайлардың қызығын көре беріңіздер. Енді мынау біздің мына жерде отырған балаларымыз бар. Бажаларымыз бар, ана қуан дегенмен базар демейсің, бажалардан алып, кейінге тастап кетті бүгін. Өткенде Семейге барған, Нұғын деген нағыз естіспейді базарға. Мына жерде Алғабастан келіп тұрған, Алғабастан келген жекжаттар тұр, балдыздар тұр, мына жерде жаңадан тұрған балдыздар біреуін бажа деп айтып көрген емеспін. Мына сіздерге қадамдарыңызға көбісін таң айтайын. Сондықтан жүрген мынау Ернұр мен келіннің мынау автомашинасының дөңгелегі болсын бізде. Мәшиненің некелерің құтты болсын. Аға, тәтер, мына ұл мен келіннің қызығын көріңіздер, бақытты болыңыздар. Маймандар келем арқындардан. Келеді ол кісілер қаласын. Алыстан орта жүздің базары келіп көріңіз. Келіңіз. Туған туысқандарым, тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі тәтем мен ағамның үлкен арманы орындалып отыр. Мына қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, балдарыңыз бақытты болсын. Тек қана осындай жақсылықта келісе беріңіздер. Мына айтылған тілектердің бәрі Құдайдың құлағына шалсын. Ылғи осындай жақсылықта болыңыздар. Сіздерге осындай жақсылық тілеймін. Енді Нақыспек әулетінен бір подаркаңыз бар, соны қабылдаңыздар. Жеңгейдің тойында өнері бар жігіттер, өнерін жасып болса, іштері ауырсын. Мынандай той жасап отыр, жоғырағандай жайнатады жеңгей. Мен мынандай тойда өнері бар жігіттер өлең айтпаса білмеймін. Ақ тілек баттан
Amansız kılımdı. Çekmelerden uyga bargan soň figurasy bozulsun. Rahmanlarımın Özbek Taşkent'in adından aytsa. Sodan barıp Bismillah dep Oraz ekemiz var, tagı da biraz şakirtlerim var. Aytışka barıp Bismillah dep aytışka kirstik. Benim Orekin bir kızmet çıktı da surak cevap aytıştı. Sonra eкен bir şumaklı kişini tersi aytıp ede, жүрсün boldu, jedi, rahmet ordan sömürdü. Oraz sahnada түсүп тастады. Sonda Orazdın aytkаны жаңағы kızga. Жаңағы kız surak koyup жатыр Orazga мындай деп. Ореке, бар sözüңдü баптайсың да, жакшылыкка сен соны сактайсың ба. Мыкты болсаң отурган алтыгашка аспандагы жұлдыздан айтпайсың ба. Аспандагы жұлдызды санап көрдүксүз o zaman bu zaman. Çünkü Oreke'nin cevap verip жатыр. Ау, астыңдағы кірер ме тұз болмаса? Әріміз sana кірер ме сөз болмаса? Аспандағы жұлдыздарын көміріпті, шапқасына көрсек болмаса таппайды. Қойдыңыз ба, біздерді санаттан берді. Сол Орекен бөлімдің емін ашқысыз бен шәрбетті бергенден жүргізді. Жәнәтте қайдан келген азбандық бар екен, соны мен айтыстым. Қайрат Мұхаммед деген. Çünkü жаңағы кісіге жан-жас айтышқа екен, ана кісіден береді дейсен, сөйтіп жаңағы жігіт тек қана оралманмын деп отырып алды. Квотам бар, оралманмын, ештеңе айтпай қойды. Сол жағы замап айтып жатырмын жаңағы жігітке. Ары айттым, бері айттым, көнбегеннен кейін біздің негізі көп Қытайдан келген қоқыс екеншілер. Соны айттым. Айналайын ағасы Нарыққол киген Өралман, солардың бәрі Оралман. Sen ağa қазір оралсаң, мен 62-де оралғам. Көргенің сенің түк емес, шекарада барымды беріп сонда тоналғам. Айналайын ағасы не айтсам да шыдайсың, қылығың менен ұнайсың. 40 жыл бұрын келсем де Қытайлық атым қалған жоқ, сондықтан сен Қытайсың дедім жаңағы кісі. Сондықтан мен қытайлықтарымызды бір чапада қылмаңыздаршы, бар ма өзі? Мен қауым осы толқынай мен ең нұрдың тойына жиналып отырған қауым осы
Nah, to'plamning Elnur vaqt olsun. Endi ansam armondaman desin. Özüme niyetliyim, son tileyim koy. Bari жақсы болсын. Bunlar екі жақты сыйлық, екі жаққа тоқмай, Elnur екі жаққа сыйлы болыңдар, бақытты болыңдар, аңсаған армандарыңыз жетіңдер. Басты етіп, елдердің бәрі айтып отыр. Иншалла, Құдайдың құлағына шалынсын, бәрі бақытты болыңдар. Аңсаған армандарың жетіңдер. Volkanay, zаңды некелеріңмен құттықтаймын. Сендерге бәрі жақсылық тілеймін. Құдай берсін, Құдай берсе Құдай берсін. Бақыт берсе көктемдей берсін, көктемдей берсе көктей берсін. Бақыт берсе жаздай берсін, жаздай берсе жазбай берсін. Бақыт берсе күздей берсін, күздей берсе үзбей берсін. Бақытты болыңдар. Осы апаларың мен аталарының айтқан ақ тілектері қабыл болсын. Осы мерекемен мен тоғынады нағыз қазақ қызы деп санаймын. Себебі мінезі өте сыпайы, биязы, иманды, адамдарды сыйлайды біледі. Сенің бетінен әдемі күлкің кетесің. Зор денсаулық, мол бақыт, аспандарың ашық, терезелерің тең, керегелерің кең болсын. Бақытты болыңдар, екі жақтың ата-анасын сүйкімді де, аяулы да, ұлы мен қызы болыңдар. Үлкен осы ақ жаулықты апалардың, ақсақалды аталардың алдында үбірлі-жүгірлі, тек қана жақсы артыларынан балашаға жақсы семья болып, тек қана жақсылықтарменен алдыға қойған үлкен кісілердің ақ батасын алған Volkanay мен Elnurға бәр жақсылықты тілеймін. Elnur, Volkanay, сендерге тілерім денсаулық, байлық, бақыт. Кеше ғана астынан ерімізге бітті енді міне бір отау иесі болып отырсыздар. Енді сол бәрі бақытты тілеймін. Осы қаншама адамдар тілек айтып жатыр сендерге. Сол бір Алланың құлағына шалсын дегеннен сол бақытты болыңдар. Сендерге бақыт тілеймін, шаңырақтарың биік болсын, қайғыларың жоқ болсын, махаббаттарың мол болсын. Барлық тілектерге қосыламын. Подаркыңыз бар, міне қабыл алыңдар апайлардың атынан. Сіздің ұсамасам толықтай енді. Некеміз ғана жаңағы тобағадан өтеді. Тағы бір келін алып отырғанымда тобағаның бәрі бір жерден жиналып отырмыз. Жоқта жайлар, мына құдаларым болсын. Одан кейін жаңағы айтып оламан. Жаңағы аягөзден келіп отырмыз дейді құдалар. Жаңағы баян сұлу, қоз көрпіш сияқты махаббаттар өшпестей болсын. Жастар жоқ болып, өмірі осы сүргірсін бізге жақсы бір күрделі семья болып арамызда жүргіміз. Құдаларға бұл жерде келіп жатыр, бұл жерде жәрдем деген ағаларымыз отыр, бірлеріміз отыр. Телевизордан көріп отырмыз. Рахмет сізге, сіздің творчестволарыңыз ары қарата жана берсін. Так что құдалар аман болыңдар. Бізде қуаныштымыз сіздерден осы ауылдармен құда болғанымыздар. Жаңағы Асқар сияқты нелер келіп жатыр. Бұдан танитын өзіңіздеріңіз ғой жаңағы алуан иә, старттымын. Бақытты болсын, аман есен болсын. Құрметті жүгі, және сіздердің бізге жайған абдастаққандарыңызға көп рахмет. Балаларыңыз бақытты болсын, дендері сау болсын, сіздерге қызықтар көрсетеміз. Жолан жайнақ, лайелі қарағына келін, сендердің бүгін
бақытты күндерің. Осындай барлық өмірлер осындай қуанышты және бақытты бола берсін. Ал қымбатты құдалар, сіздерге айтарым, құдалық құтты болсын. Сіздер қыздарыңызды сенімді қолға тапсырдыңыздар. Уайымдамай, елге, ауылға қуанышпен қайта беріңіздер. Қалыпке жеткізіп жүрген жеке кәсіпкер аяулы ағамыз, қазір еңбек ағамыз бір ауыз ақ тілек, ақ ниетін білдірсін, осы залдың иесі. Жекенің еңбегі бар. Енді құрметті қонақтар, құрметті құда-құдағилар, мына бүгінгі келген біздің ауылымызға қанаттарыңыз құтты болсын. Ана үлкен балаға той жасаңыздар, шалдың баласына, өздеріңіз балаларыңызға той жасайсыздар. Мынау енді ол өздеріңізге еңбектеріңіз, мен сіздерге сіздерден даже жаңағыдай не алғым келеді, тәжірибе алғым келеді. Осы сіздердің осы балаларды аттандырып осында бір үлкен өмір жолына аттандырып жатқандарыңызға риза боламын. Дендеріңіз сау болсын, барлықтарыңыз осындай қуанышқа, жақсылыққа жетіңіздер, қуаныштарыңыз ұзағына болсын. Құрметті құда-құдағилар, дендеріңіз сау болыңыздар. Мен ниет қылған былтыр. Июнь айында той жасап жатқанда, дам сол күндерді тойлауға кездесейін деп, арманға жетті, мен ризамын бәріне. Жолат ағам менің. Жайдан артынан болатын ғой бәрі, жақсылықтар. Сондай тойлауға жеткізелер үшін біз айтады, ынтымақ болса, уважение болса, бәрі болады. Мына менің қызым бұлда. Толқынайменен Елнұрның мен баламдай. Егіздей мына, кеше ғана бақыт үйлендірген соң, мына Елнұр бүгін. Оны бақыт қалаймын. Бала шақалы болсын, қыздары болсын, біздігіндей, ұлдары болсын, бізде ол тойлауға барайлық. Жақсылық қалаймын. Мені күйеуім ештеңе поздравлять етті. Бір жағдайымнан келермей қалды. Оның папасына ұшыр. Толқынайдың папасына ұшыр келермей қалды. Сонша ренжімейсіздер. Мен бәрі үшін совхоздың атынан сәлем айтамын. Бәрі келіп кеткен құдағилары сәлем айтты. Бізді сол тойды ойнағанбыз, дағы ойнаймыз, бақыт қалаймын. Келем подарок алып келгем, соны астына келем төлейм, чтоб мына қызымыз бақытты болып, етекенен сүйіндірсін бізге. Рахмет. Жомын ағама үлкен рахмет. Сізге де кәмді рахмет. Алтын аяғын қалсын. Келіп кетіп аттыңыз, келіп бір қуаттыңыз, келіп бір қуаттыңыз. Келген қодамызға көліп етесің. İslam әкем яқты болсын, қашын 5 платный берсін бізге. Жатыр дейді. Сөйтсе өзбек мақтанады дейді. Қазақ деп қазақ айтып жатыр. Сен немеге мақтанасың? Сен газды бізден аласың. Шекараңда солдатыңды алып тастаймыз. 3-2 келіп отқан жоқ қой, сендер нелерің бар деп жатыр. Біздің өзбек мақтап тұрады. Әрқайсысының астында бір-бірі некси, бір-бірі тико деп жатыр. Сөйтсе қырғыз шығынды дейді. А біздің байкеде жауап емес. Мен чоң байкемден капкадымгідей назги чөлке өндіреді деп жатыр. Бәрін бізден алып кесіне қазақ деп жатыр дейді, қазаққа қарап. Сөйтсе қазақ қарап тұрып, қырғыз, өзбек деп жатыр. Жарайды ғой, мен бәрін сендерден алып киемін. Сенен жарайды газдалармын. Бірақ біз жаман тұрмаймыз деп жатыр. Әр қазақтың үйінде 2 қырғыз, 2 өзбектен 5 болып жүрді. Нашар емес қой деп жатыр. Қыздығыда бар, işte. Бірақ біз көрінейікпіз әлі. Құдайға уважениямыз күшті. Тойды салып емесіне астына салып, жұмсақ келініміз аяғынан су өтпей басып жүрсін. Рахмет. Өзбекстанда қазақтар жоқ қой. Құда-құдағилар, мына Елнұр мен Толғанайдың бүгінгі жеке жиған заңды некесінде отырмыз. 2 жастың көтерген шаңырағы биік болсын, босағасы берік болсын. Бағанадан бері Елнұр мен Толғанайға көптеген жақсы баталар беріп жатыр. Сол баталарымыздың бәрі қабыл болсын. 2 балаларымыз бақытты болып, ешқашан жаманшылық көрмей, тек қана осы шаңырақта қуаныш қана болсын. Сол қуанышқа сіздерге ортақтасып, сол бір кісінің осындай жайлар мен жолының жайған ағаттар қандай дәм татып жүріңіздер. Тек ең адалда сүйікті сүйкімді келіні мен баласы болыңдар. Ешқашан жаманшылық көрмеңдер. Ата-ананың ақ тілегін ақтаңыздар, махаббатты мәңгілік сақтаңыздар демекпіз достардың атынан. Рахмет.
Келген қадамдарыңыз құтты болсын, қадамдарыңызға гүл болсын. Екі баламыз бақытты болсын, көтерген шаңырақтары биік, қосаулар мықты болсын. Мына енді әке шешеміздің жайна жолам, сол болашағын қызыл көрек, ойнап күліп арамызда шапқылап жүре берсін. Енді балалар кәмпиттің жолдастарының атынан, әкелерінің атынан аздаған сыйлығымыз бар. Досыбек деген жолдасын бір түтін алып беріп жатыр. Енді біз қалғандарымыз бір апта көлігін жүзеген нәрсіне. Қабыл алыңыз өтті. Әйелден түстік көкпарға, әйелден ыстық от бар ма? Қарғағым келсе біреуді әйелім ұрсын деп қарға дейді. Солай бақшы, енді осыда қыздарды көрмек. Rahmet. Bereketli, үлкен rahmet, айналайын. Бүгін алып жасалған тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласын. Мынау елдер әлемізбен толқымай кеміміздің заң негелеріне құттықтайын. Бақытты болыңдар айналайын, өмірлестерің ұзын болсын. Бағанадан бері айтып жатқан көмекшілердің тілектерін қабыл болсын. Бар жақсылық тілейміз. Толқынай, мына бүгінгі көтерген шаңырақтары биік болсын, әрқашан жүктарың жазылмасын, біздің жолымыз берсін. Мына көпшіліктің сені Құдайдың құлағына шалсын. Мына тойларыңыз құтты болсын. Мына Елнұр, Толқынай бақытты болыңдар, бір жақсы семья болыңдар. Тек қана жақсылық тілеймін. Құрметті қонақтар, мынау мен көп сөйлемей, мынау өткен жыл айтып жатыр ғой. Жайна жодан, той қайда болады десе, жалаңашта деп. Содан ойладым, мына деген, жақсылық деген сөздің өзінде жыдан басталады екен. Содан мен тілегімнің бәрін әрпіле қойдым. Сонда былай болады екен. Жолан жайна жалаңашта жаңа жұптасқан жас жұбайлардың жұптасуын жуып, жиын жасап жатыр. Жиынға жан-жақтан 700-ге жуық жандарды жинапты. Жас жұбайларға жақсылық, жұмыстарын жансыз жандарын, жауларын жылап, жолдарында жайлап жатсын.
Жас жұбайларды жамандаған жандардың жақтарына жылан жұмыртқаласын. Жұптарың жазылмасын, жалғызсырамаңдар. Жастарың жүзге жетсін. Жамандық жандарыңа жоламасын. Жаздай жайнап, жолан мен жайнарға жемістеріңді жегсіңдер. Жан жүректерінің жылуымен жайнап, жапырақ жайыңдар. Жаңа жақындасқан жекжаттарға жасыл желек жамылған жер жеріне жетісуға жетімдеріңізбен. Жаратқан жақсылықпен жүздесіп, жақсылықпен жолығайық. Өзімізге мезекте әкеміз сияқтан келген, мен бір әкемді әнін айтып берейін сіздерге. Сендерге осынау асқар тауды тілеймін, сол асқар таудай мәртебелер биік болсын. Екіншіден сол асқар тау басындағы аққар тілейміз, сол аққардай көңілдерің ақ болсын. Үшіншіден сол асқар тау етегінде өтетін орман тілейміз, сол ормандай бала шағаларың, немере жебелерің, дос жарандарың көп болсын. Төртіншіден сол қарағай етегіндегі ағаның мөлдір бұлақ тілейміз, сол мөлдір бұлақтай өмірлерің таза болсын. Өмірге аш бойынша жол емес сайраған алдау мен арбау алпыс атарлар айтарлар деп қазақ бекер айтпаған сол алпыс атарлардан Құдай сендерді сақтасын.
Сол үшін енді дендерің сау болып, көтерген шаңырақтарың биік, дендерің сау, ажымас қайрақ, қалмас қанат, әрқашанда құрбы құрдастарың алдында бол, әрқашан бақытты семья, үлгілі отбасында болуларына тілектеспіз. Негізінде не дейміз, бақыт болыңдар. Ал енді айтады ғой, тақ көңілдің серіген анда-санда ішпесең, онда өмірден жеңілдің деп, өмірден жеңілмеу үшін алып қойыңыздар. Жолдасым, болсын көрді. Саған тілейтін қуанып отырмын. Bir ай бұрын естігенде шаңырақ көтерген шаңырақтарың биік болсын, екеуі денсаулығың зор болсын, бақытты болыңдар. Ата-аналарың аңсаған арманына жетіңдер. Денсаулықтарың зор болсын, бақытты болып өмір сүріңіздер. Ереке, мына жерде мына бүгінгі сені үшін мына заң некенің ішін жүректен құттықтаймын. Бәріміз осы ауылдың осы кіші ағаш, қарабұлақ, үлкен ағаш болсын осының қара топырағынан өсіп өніп шықтық. Ереке, бірге оқып жүрген кезде де мына естелік айтуға тура келеді. Ереке мына баяғыда магнитофонымыз бұзылып қалса да, неміз бұзылып қалса да Ерекеге барады. Ереке мына Құрдан шығарған биік болсын, босаған берік болсын. Қазақта бір тамаша сөз бар. Біз көп айтамыз. Шаңырағың биік, босағың берік болсын деп. Неге? Ол шаңырақ деген ер азамат екен. Босаға деген әйел адам екен жаңағы. Осы шаңырақтың берік, асқақтап биік тұруы мына әйел адамға байланысты екен. Ереке, сенің Құдай қосқан қосағың сені алақанымен көтеріп, сені қиын қыстау сәттерде қолтығынан демеп, үлкен шеңдарға алып шықсын. Үлкен ер азамат бол. Мына осында отырған үлкен аталарымыз бар, апаларымыз бар, сол кісілердің жолын берсін. Бірақ осы жерде айта кететін жай, мына өзіміздің құрдастарымыздың ішінен Мәдидің мысалы 4 баланың әкесі осы Мәдидің жолын берсе, қазақтың санын көбейтіп, үлкен азамат боласың деп ойлаймын. Мәдидің жолын берсін осы. Осы жерде бізге сабақ берген, дәріс берген, осылай қарекетке жеткізген біздің ұстаздарым отыр. Осы кісілердің әрбір ағарған шашы біздің үлесіміз бар ол ағарған шашына. Осы кісілердің еңбегі. Бір жағынан мына менің Ернұрдың әкесі мен менің әкем, шешем құрдас болған, бәрі осы құрдастардың тойы. Құрдастардың баласының тойы болып отыр. Бұл үлкен осы кісілердің Жайдар тәте мен Жолан ағамның еңбегі осы кісілердің тойы деп ойлаймын. Ерекен сен асқақтап кетпей, осы кісілердің үмітін ақтап, үлкен азамат болып, мына еліңе, жеріңе, ел-жұртыңа бір қамқорың тигіз. Енді қаладан мына балалар келе алады, бірақ келдіген. Мына кішкене неміз бар енді, осында бере салайық. Биік болсын, құрдастарың айтып отыр. Атынан музыкалық сәлем деп мен бір өлең айтып берейін. Өмірдің сырлы сымбат сұлу сән, боран кел оймаға осы ойырын. Жігіттің ойлайтыны бір арманы, қыздардың теңдесі жоқ бір асыл зат. Кей жерден бағалаған оны адамзат, қыздарға әсемдікті сыйға тапқан. Ерекше мүсіндері бұл табиғат. Қыздар-ай, қиылған қасақ маңдай, ашын төс алма мойын, бүлдірген қалқамай. Қыздар-ай, қиылған қасақ маңдай, ашын төс алма мойын, бүлдірген қалқамай. Қыз емес қыздың аты қызыл алма, сұлулық әсемдікте жиған бойға. Айқабақ алтын кірпік қиылған қас, қыздарды ұқсатамын толған айға. Жезтаңдай күміс кемей сырғалымай, майысып талшыбықтай тұрғаның ай. Жалт етіп қарағанда бойым балқып, бөленіп махаббатқа тұрғаным ай.
Египте көршінің қызы деген әні бар. Әкесін айтқанда шешесін айтпай кеткен. Соған қарағанда шешесі кішкене сәл нашарлау кісі болды. Көршінің қызы керемет еді, әкесі оның жақсы адам, әкесін сонша мақтаған, шешесін ағып жазбаған, тоқтар деген оңбаған дейді. Сөйтсе оған кегендіктер шығарып апты. Көршінің қызы керемет еді, әкесі оның жақсы адам. Ауылдан ұрсып кетіп еді, келем деп жүр дейді ғой, қайтадан деп айтады. Бүгін мына бір сыртынға жиналған қауым, мынау семей өңірінен келіп отырған құда жекжаттар, мына келген қадамдарыңыз құтты болсын. Мына 2 жас бүгінгі мына тойға куә болып отырған біздің келініміз бен баланың тойы болып жатыр. Құдай мына жерінде үлкен кісілердің небір айтқан тілектері, небір айтқан жүректен шыққан сөздері айтылып жатыр. Құдай лайым, Құдай құлағына жалынсын. Bir naulak bagana yetimler aytıp жатыр ғой, машина деп бізден тай. Рахмет. Мынау құрметті ағайын, жаңадан келген құда жігіттер, құда қадамдарыңыз құтты болсын. Елнұр, Толқынай, Рамей, Смирна, Такстай, сендерге бақыт тілеймін. Не деймін басқа? Біздің подаркымыз Байедин тайын дейді. Өзіміз көшірі артынан Байедин тайын өзіміз давар тере давар, өзіміз асыра саламыз. Бақытты болыңдар жандарым. Рейтingen бір-бірінің ұрыспаңдар, жолын ағымен және артықтан бақытын сендерге тілеймін. Бол, сол үшін рахмет. Olmasın olsun kızlarla. Anamın bugün 80 anamın ayından Allah'ın Allah'ın kulağına şahlıdır. Ben oylarda olsun, biz sonun kızlarına gidebiliriz. Buna Allah tasarlananlarını tadabiliriz. Oluşum olduğundan aksafanlar, karasafanlar bir yol aman bu. Biz olsun küpe olsun. Bırak bizim de gözleyin keretimiz girmiyorlar böyle. Yer şunca atınca mı? Olsun devletlik keretip olayım. Bizi bu küpe vermeyiz. Bırak etsin. Koymazdan köpşene, köpşattanlara gugaya gugay. Sattığınlar sersiyetten, koy bulup dayaho. Kutlu bulsun toyların, divastanlara gugaya gugay. Ayın tulsun ondan, cılzım tulsun solundan.
aldınız